Сәлем, сіздермен бірге BNA Group. Бүгін 2019 жылғы Анна атты кинолентаның атмосферасына енеміз. Бірінші көрінісінде біз Мәскеуде КГБ директоры Васильевтің басшылығымен Ресей үкіметінің қол астында жұмыс істейтін бірнеше ЦРУ агенттерінің өлтірілгенін көріп отырмыз. Бастары аяусыз кесіліп, ақш елшілігіне салқындатылған хабарлама ретінде жіберілді. Содан кейін 5 жыл бұрын болған оқиғаға ауысамыз. Біз Париж агенттігі үшін әлеуетті модельдерді іздейтін Сами есімді адамды көреміз. Іздеу оны жергілікті Мәскеу базарына апарады. Онда ол матрешкаларды сатып отырған Анна есімді әдемі қызды байқайды. Аннаға модельдік мансап жасау туралы ұсыныс жасайды. Бұл ретте тұруға арналған және барлық шығыстарды модельдік ұйым жабатын болады. Қыз ұзақ ойланып, ақыры келіседі. Келесі күні Анна Парижге көшіп, модельдік агенттікке түседі. Сол жерде ол Доротея есімді оператормен және агенттік басшысы Джонмен кездеседі. Содан кейін Доротея оған пәтерді көрсетеді. Ол басқа модельдермен бірге өмір сүреді. Келесі күні Анна күтпеген жерден ешқандай тәжірибе мен дайындықсыз фотосессияға тапсырма алады. Осыған байланысты ол алдымен позада және мимикада қиындықтарға тап болады. Бірақ тез үйреніп, әсерлі позалар мен мимикаларды көрсете отырып, жаңа мамандыққа тез бейімделеді. Шаршаған күннен кейін Анна бөлмесіне оралып, жақын қарым-қатынаста болып жатқан модельдік әріптестерін көреді. Ол оларға ұрсады, бірақ олар оған күліп қосылуды ұсынады. Көңілі қалған Анна кетіп, Мод есімді басқа модельмен бір бөлмеде тұруды шешеді. Бір кеште агенттік барлық адамдар үшін, соның ішінде модельдер үшін кешкі ас ұйымдастырады. Кешкі ас кезінде Джон Аннаны Олег Финиковпен таныстырады. Фирманың серіктестерінің бірі Олег Аннаның сұлулығына тәнті болып, онымен ашық флирт жасайды. Қысқа әңгімеден кейін ол оны кешкі асқа шақырады, және ол келіседі. 2 ай өтеді, және біз оларды қонақ үйдің сәнді бөлмесінде сүйісіп жатқанын көреміз. Олар жақындықты жалғастырғысы келгенде, әлі ерте деп ойлаудан тартынады. Анна оны кәсібі жайлы сұрағанда, бұған жауап ретінде ол өмір сүру үшін соғыс болып жатқан елдің қару-жарағын жеткізетінін айтады. Қажетті ақпаратты алғаннан кейін Анна дәретханаға барып, жасырын микрофон шығарады. Ол өзін тыныштандырады және ер адамды ату үшін мылтық шығарады. 3 жыл бұрын біз Петр есімді қатыгез жігітімен бірге тұратын Аннаны көреміз. Ол көптеген жылдар бойы жігітінің тұрмыстық зорлық-зомбылығына ұшырады. Ұрланған шетелдіктердің несие карталарынан ақша ұрлауға қатысуға мәжбүр болды. Ал егер ол бас тартса, оны ұрып тастайды. Осы азаптаулардың нәтижесінде ол осы өмірден құтылу үшін бәрін жасауға дайын. Бостандыққа ұмтылып, ол әртүрлі сайттар арқылы оны Ресей әскери теңіз күштерінде қызметке қабылдауды сұрап, көптеген өтініштер жібереді. Бірақ ешқандай жауап алмайды. Бір күні түнде Петр мен оның сыбайластары американдық азаматты ұрлап әкетіп, ұрып-соғып банктік картасынан пин-кодын атауды талап етеді. Анна әдеттегідей дәрменсіз және араласа алмайды, тек көлікте қарап тұрады. Бұл жолы оларды полиция байқап қашуға мәжбүр етеді. Қуғын-сүргін басталып, Петр жасырынуға тырысып, Мәскеу көшелерімен жүреді. Көп ұзамай олардың көлігі басқа көлікпен соқтығысады. Нәтижесінде ол құлап, төңкеріліп, Петр мен Анна жеңіл жарақат алып аман қалады. Үйге оралғанда Анна есіктің жанында Алекс есімді КГБ агентін байқайды. Ол мылтыққа дыбыс өшіргішті бекітіп, Петрді атып тастайды. Қараңғы көрініске қарамастан ол тыныштықты сақтайды. Бұл офицерді таң қалдырады. Алекс Анна туралы бәрін білетін сияқты және оған КГБ-да жұмысты бастауды ұсынады. Ол 1 жылдық тағылымдамадан өту және 4 жыл жұмыс жоспарын белгілеп бостандыққа уәде береді. Бұл тағы бір тұзақ деп санап, ол ұсыныстан бас тартып, қолын пышақпен кесіп тастайды. Қан ағып жатқанда Алекс оған басқаларға сенудің орнына өзіне сенуге кеңес береді. Бұл Аннаны сендіреді. Оның ұсынысын қабылдап, жараны жауып алады. 1 жыл оқығаннан кейін Алекс Аннаны КГБ инспекторы Ольгамен таныстырады. Ол Аннаны өз бөлімінде көргісі келмейді. Оны жай ғана әдемі тұлға деп санайды. Алайда Анна Ольганы өзінің өткір ақылдылығымен және ерекше шахмат қабілетімен таң қалдырады. Нәтижесінде Ольга Аннаға 5 минут ішінде кафеде орыс есірткі баронын жою туралы тапсырма береді. Ол кафеде қарулы күзетшілер мен ішіндегі жағдайдың қандай екенін мүлдем білмейді. Соған қарамастан ол кафеге кіріп, мылтықты есірткі сатушыға бағыттап, оның оқталмағанын анықтайды. Күзетшілер оған шабуыл жасай бастайды. Бұл оны жекпе-жекке шығуға мәжбүр етеді. Таң
таң қаларлықтай ол шебер күрескер болып шығады және күзетшілерді бірінен соң бірін өлтіре бастайды. Ол бәрін өлтіріп шыққанда есірткі ұстаушы оны артқы жағынан басынан ұрып, оны тұншықтыруға тырысады. Бірақ ол қандай да бір жолмен шанышқыға жетіп, тынышталғанша оған бірнеше соққы береді. Бірақ осының бәріне қарамастан ол 1 минуттық уақыт шегінен асып түседі және Ольга бұл миссияны сәтсіз деп санайды. Кейінірек ол Ольга мен оның кеңсесінде кездесіп, оны өлтіру үшін тұзақ құрды деп айыптайды. Бұған жауап ретінде Ольга әрқашан өте сақ болу керек дейді. Өйткені қауіп ешқашан ескертпейді. Содан кейін ол Аннаны жаңа пәтеріне апарады және кетер алдында оған келесі мақсатты көрсетілген құжаттар пакетін беріп, бәрін егжей-тегжейлі зерттеуді тапсырады. Келесі күні Анна мақсат туралы ақпарат құжаттарын қарап жатқанда, Алекс қоңырау шалып, оған деген сезімі бар сияқты және оны кешкі асқа шақырады. Анна онымен кездесуге келіп, бірақ қазіргі уақытта тым бос емеспін деп жауап береді. Нәтижесінде олар басқа уақытта кездесуге келіседі. Ақырында тапсырманы орындау күні келеді және ол фильмнің бастапқы сахнасында көрсетілгендей Алекті өлтіру керек екені анықталды. Келесі сахнада Париж модельдерін барлау бойынша барлық операция Алекті өлтіру жоспарының бір бөлігі болғандығы анықталды. Анна жергілікті базарға арнайы қоныстанды. Онда ол Самидің назарын аударды. Осы жоспар аясында ол Парижге ұшып кетті. Күдікті болдырмау үшін топ модель ретінде жаңа мансабын бастаған Ольга оған модпен қарым-қатынасты бастауға рұқсат берді. Алекті өлтіргеннен кейін Анна дайындап қойған егізінің көмегімен қонақ үйдегі қауіпсіздік камераларындағы жазбаларды жойды. Қазіргі уақытта Аннаны Алекті өлтіргені үшін Ленни Миллер есімді ЦРУ агенті жауап алуда. Бұған жауап ретінде ол қонақ үйге барғанын айтады. Бұл көше камерасының жазбасынан көрінеді. Анна Алекті залда күткенін түсіндіреді. Оған қарсы нақты дәлелдердің жоқ болғандықтан агент Аннаны босатады. Тапсырмаларды сәтті аяқтағаннан кейін ол Мәскеуге оралады. Алекс оның пәтерінде пайда болады және ұзақ үзілістен кейін олар бірден сүйісе бастайды. Келесі күні Ольга, Алекс және Анна Васильевпен кездесуге барады. Өкінішке орай ол келісім шарттарын орындаудан бас тартады. 5 жылдан кейін бостандыққа жету идеясын қабылдамайды. Алайда ол талап еткенде ол оны бостандыққа апаратын жалғыз жол өлім деп жауап береді. Тіпті Ольга мен Алекс қатысуымен бірде-бір сөз айта алмайды. Көңілі қалған Анна Парижге оралып модельдік мансабын жалғастыруда. Бір күні ол Алекске қоңырау шалып, еркін өмір сүре алмайтындығына наразылығын білдіреді. Алекс оған үмітін үзбеуге кеңес береді. Өйткені әрқашан шығудың жолын табуға болады. Қыз егер ол кенеттен қашып кетуді ойласа, оны қолдай ма деп сұрайды. Ол оған қолынан келгеннің бәрін жасауға тырысамын деп жауап береді. Бірнеше күннен кейін Ольга Аннаны тағы бір тапсырмаға шақырады. Мақсаты Вюртемберг есімді ер адам. Ол қонақ үй бөлмесінде эскортницаны күтеді. Ольга оған бөлмеде камераларда тыңдау құрылғылары да жоқ екенін айтады. Сондықтан оны бақылау мүмкін болмайды және бұл тапсырмада ол өзі жалғыз екенін айтады. Біраз уақыттан кейін Анна эскорт қыздарының формасынан ауысып, объектінің нөміріне кіреді. Ол Вюртембергтен біраз күтуін сұрайды және дәретханаға бара жатқандай кейіп танытып, ішінде мылтыққа дыбыс өшіргішті бекітіп, оны ату үшін шығады. Содан кейін ол Вюртембергтің чемоданын алып, Ольгаға сол қонақ үйдің басқа бөлмесіне оралады. Ольга бұл жұмысқа риза емес сияқты, өйткені ол 12 минутта алды. Бұл әдеттегіден ұзағырақ. Сонымен қатар Анна тапсырмада көрсетілгендей нысананың сұқ саусағын өзімен бірге алып келген жоқ. Сондықтан ол бөлмеге оралып саусағын әкеледі. Осы кезде Анна көзіне жас алып, оның көңілін қалдырғаннан кейін әлі қанша адам өлтіремін деп сұрайды. Ольга оған 1 апталық демалыс алуға кеңес береді. Анна оған көптен бері мұқтаж болып шықты. Ол жұмысқа толығымен жаңартылып оралады. Осы күннен бастап Анна көптеген тапсырмаларды тиімді орындайды. Бұл Ольгаға өте әсерлі. Ол бір уақытта модельдік мансабында жетістікке жетеді. Бірнеше ай өтеді. Ал Васильев оның жұмысына риза. Оны Мәскеуге кездесуге шақырады. Мәскеуге ұшып барып, Анна КГБ штаб пәтерінде Алекспен кездеседі. Толып жатқан эмоциялар. Олар қоймаға тез жетіп, өздерін қанағаттандыра отырып, жақын байланысқа түседі. Анна Васильевтің кабинетіне кіреді. Онда олар шахмат ойынымен сөйлесіп отырып, күтпеген жерден Анна Васильевтен партияны жеңіп алғанда, сол сәтте мылтықты алып маңдайына атып тастайды. Содан кейін Анна Вюртембергті жою тапсырылған жарты жылғы бұрын оқиғаларға оралу орын алады. Сол күні ваннадан шығып бара жатып, ол
Ленниді және оның агенттерін көреді. Оған кісен кигізіп, Ленни оған двойной агент ретінде жұмыс істеуді ұсынды. 1 жылдық жұмысының орнына ол оған Гавайяда бостандық пен жайлы өмір сүруге уәде береді. Таңдауы жоқ Анна оның ұсынысын қабылдады. Барлық осы сценарий сол күні Ольгаға оралу үшін 12 минуттан астам уақыт қажет болды. 1 апталық демалыс кезінде Ленни оны тексеруге келді және олар шкафта қысқа әңгіме өткізді. Ол оны кешкі асқа шақырды. Бірақ Ольга әлі де тыңшылық жасағандықтан ол мұны істей алмады. Алайда сол күні кешке Анна оның бөлмесінде жасырын кездесіп сүйісіп жатты. Содан бері олар Парижге оралғаннан кейін де жиі кездесе бастады. Бірде Ленни оған Васильевті жоюды тапсырды. Өйткені ол КГБ мен ЦРУ арасындағы қарым-қатынасқа қауіп төндірді. Ол сондай-ақ Аннаны сендіру үшін Васильев 9 американдық жасырын агентті өлтірген кезде Мәскеуде ЦРУ басшысы болғандығы туралы айтты. Тапсырманы сәтті орындағаннан кейін ол оған мерзімінен бұрын босатуды ұсынғанда ол келісті. Васильевті өлтіргеннен кейін Анна бірден Алексті мылтықтың астына алып, оған есірткі енгізеді. Содан кейін ол Васильевтің компьютеріндегі флеш-дискіні алып кетіп қалады. Алекс ұйқышыл күйіне қарамастан Васильевтің үстеліне қарай жылжып, оның астында орналасқан дабыл түймесін басып үлгереді. Алайда Анна білікті жауынгер бола отырып, жолындағы барлық күзетшілерді қабілетсіз етеді. Осыған қарамастан Ленни оны күтіп тұрған кездесу орнына уақытында жету мүмкін емес. Бұл тітіркендіргіш кідіріс Ленниді оған опасыздық жасады деп ойлауға мәжбүр етеді, және ол кетіп қалады. Содан кейін ол модқа барады, және Анна байланысқа шыққаннан кейін оған хабарлауын сұрайды. Ленни Нью-Йоркке ұшып кетіп, ол Васильевті сәтті жойған үшін марапатталады. Ленни кеңсесінде болған кезде Аннадан саябағындағы белгілі бір кафеде кездесу туралы хабарлама алады. Ол жерде Алексті көреді. Олар бір-бірін таниды және бұл туралы оларды жасырын түрде қолдайтын командаларына хабарлайды. Көп ұзамай оқиға орнына Анна келіп, 2 адаммен сүйіседі. Ол 2 қарсыластың кездесуін әдейі ұйымдастырды. Олардың әрқайсысына бұрын ұрланған маңызды ақпаратты қайтарады. Сонымен бірге ол қарсыластарына ақпаратты қайтаруға келісе отырып, оны сатып кетсе, олардың көшірмесі қалғанын айтады. Ленни мен Алекс Аннаға еркіндік алуға мүмкіндік береді. Кездесуден шыққаннан кейін көп ұзамай оны Ольга басып озып КГБ-ға опасыздық жасаған үшін атып тастайды. Ленни мен Алекс бір-бірін мылтықта ұстайды, бірақ ақыры шегінуге мәжбүр. Осы оқиғадан 3 ай бұрын Анна мен Ольга ақпаратты нақтылау үшін кездесті. Осы кездесу кезінде Ольга ЦРУ Аннаны ұстап алғанын білетінін мойындады. Өйткені ол Вюртемберг операциясы кезінде қолындағы кісендердің іздерін байқады. Осыған қарамастан Ольга оған Васильевті өлтіруге рұқсат беріп, айтқанын орындауды бұйырды. Ольганың бұл шешіміне жеке себебі болды. Ол Васильевтің орнын алғысы келді. Кейінірек Ольга Аннаға саябақта өтірік оқ атқаны анықталды. Бұл үшін Аннаның егізі қолданылды. Ал нағыз Анна кәрізге түсіп, киімін ауыстырып, көпшіліктің арасында жасырынып қалды. Осы оқиғалардан кейін Ольга Васильевтің мұрагері болып тағайындалады. Компьютерге кіргеннен кейін ол Аннаның деректер базасынан бейне хабарламасымен бірге табады. Анна Ольгаға өзінің ризашылығын білдіреді. Бірақ сонымен қатар Ольга ЦРУ-ның Васильевті өлтіру жоспарын қолдайтынын мойындаған соңғы әңгімесін жазғанын хабарлайды. Ол мұны Ольга олардың келісімдеріне опасыздық істеген жағдайда руководствоға жіберетінін айтады. Ольга күлімсіреп, содан кейін соңғы өтінішін орындайды. Аннаның жеке басын КГБ базасынан алып тастайды. Сізге бұл фильмнің пересказы ұнады деп үміттенемін. Видеоға лайк басып және жазылуды ұмытпаңыз.